Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін әдемі болып шығатын жұп-жұмсақ бисквитті торт жасап көрсететін боламын. Алдымен жұмыртқамызды бөлме температурасына шығарып қоямыз. Жылып тұру керек. Содан соң ақ уызын бөлек, сары уызын бөлек екіге бөліп аламыз. Байқап тұрсаңыз, мендегі жұмыртқалардың көлемі өте кішкентай. Сіз 6-7 жұмыртқа пайдалансаңыз болады. Бірінші ақ уызымызға шым-шым тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстіне қантымызды аз-аздан сала отырып, бір келкі болғанша, әппақ көбік болғанша араластырамыз. Және миксеріміздің жылдамдығын арттырып отырамыз. Жай жылдамдықтан бастап, жоғары жылдамдыққа дейін осылай әппақ көбік болғанша араластырамыз. Сары уызымызды араластырып алып, үстіне құямыз. Қасықпен де араластырсаңыздар да болады, миксермен бір араластырасыздар. Енді ұнымыздың үстіне қопсытқышты салып, араластырамыз. Содан кейін еліктен өткізіп, осылай 3-ке бөліп саласыз. Жақсылап араластырамыз. Жоғарыдан төмен сілку арқылы бір келкі болғанша араластырып аламыз. Ешқандай түйір болмау керек. Оңай әрі тез болады. Осылай жасап аласыздар. Енді формамызға құямыз. Мендегі форманың диаметрі 26. Сол үшін менікі жалпақтау болып шығады. Сізде 22, 20, 24 болса, биік болып шығады. Және де көлемі кіші болып шығады. Осылай құйып аламыз, және де бір келкі болу үшін бетін тегістеп сілкейсіздер. Пешті алдын ала қыздырып, 180 градуста 30 минут пісіреміз. Енді біз толығымен бисквитті суытамыз. Оған дейін крем дайындаймыз. Ең алдымен кілегейімізді құйдым, өлшеп алып, содан кейін араластырамыз. Енді қант ұнтағымызды аз-аздан сала отырып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бізде қоймалжың бола бастайды. Енді осының үстіне сүзбелі ірімшікті саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бір келкі болып, қою болып, өзінің формасын ұстағанша араластырып тұрасыздар. Неге осындай болып шығады. Енді дайын болған кремді салқын жерге қоямыз. Тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді піскен бисквитті алдын ала бірден алмаймыз. Формада толық су керек. Бөлме температурасында формадан алмай суытамыз. Содан кейін барып, жақсылап осылай формадан ақтып, 3-ке бөліп аламыз. Менде диаметрі 26 болғасын, менікі жалпақ болып шығып тұр. Сізде 24-22 болса, онда 4-ке бөлесіздер, өйткені ол биік болады. Енді тортымызды құрастыратын боламыз. Мінекей суға қантты салып, ерітіп, сироп дайындап алдым. Одан кейін осылай бисквиттердің барлығын бетін сулап шығамыз. Өте әдемі болып шығады. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Енді креміңізді жаңағыдай целлофанға, осындай кондитерный мешокқа салып дайындап аласыз. Бірден салсаңыз да болады. Енді осылай бір тегіс қылып жағып шығасыздар. Мен кремді өте көп пайдаланып жатқан жоқпын. Сол себепті осылай бір тегіс қылып жағып шығамын. Кремі көп болып кетпес үшін. Осылай тортты жақсылап құрастырып аламыз. Және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Мен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Тортымызды осылай барлығын құрастырдық. Үстін жанын барлығын креммен жабамыз. Бір тегіс қылып жауып аламыз. Және де бір түнге тоңазытқышқа қоямыз. Асығыс болсаңыз 2-3 сағатта жеткілікті. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Дәл осылай жасап, қонаққа барсаңыз да болады. Үстін жаңа кез келген жеміспен әсемдесеңіз болады.
Мен осылай шоколад құйып шығамын. Мінекей дайын болды. Өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Үлкен кісілерге қатты ұнайды. Осылай отбасыңызға жасап беріңіз. Өте әдемі, рецепт өте керемет. Шаймен ішуге де, қонақ келген кезде де жасасаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Мінекей осындай болып шығады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ас болсын, сіздермен болған Фариза.